Актер Асылхан Төлеповті Астанадағы Нұрлы жол вокзалында күзетші киімімен көрсеңіз таң қалмаңыз, кәсібін ауыстырған екен деп те ойламаңыз. Ол қазір Нұрлы жолда қысқаметражды фильмде күзетші Төлеген Жұмағалиевтің рөлін сомдауда. Жаңа рөлі жайында актердің өзі не дейді? Сәлем достар, біз бүгін түсірілім алаңдамыз, яғни Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігінің ұйымдастыруымен позитив қысқаметражды кинофестиваліне арнайы түсіріліп жатқан Нұрлы жол фильмінің түсірілімдемін. Нұрлы жол вокзалының күзетшісінің рөлін сомдаймын. Жұмағалиев Төлеген деген жігіттің Құдай қаласа қызық болады деп ойлаймыз. Бұл комедия. Бұндай рөл менде бірінші рет болып тұр. Мен осыған дейін басты кейіпкерлерді, батырдың рөлдерін, немесе басқа да бір кейіпкердің рөлдерін сомдайтын. Осындай комедияда алғашқы туындым десе болады, алғашқы кейіпкерім десе де болады. Комедия бағытында түсіріліп жатқан фильмнің режиссері Сафуан Шаймерденов. Сондай-ақ басты рөлді сомдаушылар арасында Гүлназ Жоланованы да көре аласыздар.